тамағын түсіп жатыр ғой. Я, әже. Бүгін мен бәрін жинаймын. Жарайсың. Енді сен кішкентай бала емессің ғой. Не үшін? Себебі сен бүгін 5 жасқа толдың. Сен үлкен жігіт болдың. Шынымен ба? Мен үлкен болдым ба? Әрине үлкенсің құлыным. Қазақта ер баласы осы жастан бастап атқа жақын болып, ер жігіт болуға қадам басады. Атқа мінемін бе? Я балам, алдымен ат туралы білуің керек. Ат ер қанаты. Оның да өзінің әдемдері болады. Қандай әдемі? Оны маған қарағанда әкең жақсы біледі. Әкең жылқы жақта жүр ғой, барып сұрай ғой. Айта алмасын. О, менің батырым келе жатыр. Бүгін мен 5 жасқа толдым. О, жаңа жасың құтты болсын балам. Білемін, үлкен жігіт болыпсың ғой. Әке, маған ат туралы үйретіңізші. Кел, мен саған балам ат әбзелдерін үйретейін. Міне, мынау біздің жануар Табирхан. Міне Табирханға мен қазір ноқтасымен алып келіп байлап, мінекей жүгенің мойнына салып қойдым басына. Енді ертұрман дегеніміз аттың үстінде отыру үшін керек балам. Ертұрманның бөлшектері көп. Бірінші атқа балам керлік саламыз. Мінекей керлігін жақсылап арқасына қондырып саламыз. Одан кейін балам екінші бізде мінекей қалың тоқымы түседі. Аттың тоқымы. Ол аттың арқасына ертұрманның батпауы үшін керек. Түсіндің бе балам? Жаттап ал. Жігіт адам бәрін білу керек. Мінекей осылай тоқым салғаннан кейін балам мінекей мына тартпаны ұстап тұр, қазір түсіндіремін. Тартпаны қолыңа ұстап тұр. Одан кейін біз ер тұрман саламыз. Ер тұрманның астында балам желдік болады, міне атты биік көтеріп тұру үшін. Егардың аттың арқасына баспас үшін міне. Ал енді тартпаны әкел. Міне осының бәрін аттың арқасында балам осы тартпасы ұстап тұрады міне. Мынау ең басты бұл үзеңгі. Осы үзеңгіге аяғыңды тіреп отырасың. Мінекей атымыз дайын мінуге. Ал кел, мен сені атқа мінгізейін. Хап, бисмилла. Аяқты тіре. Хап. Ай, палуаным. Ал. Балам, біздің ата-бабамыз аттың үстінде өскен. Ат үстінде жүріп елін, жерін, осы ат үстінде жүріп қорғаған балам. Мен де өскенде батыр болам. Жерімді қорғаған азамат болам. Ой, айналайын, етіңе жет.